Қарасай аудандық мәдениет үйінде 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күніне арналған Жүрек нұры атты ерекше білім қажеттілігі бар балалар арасында өнер фестивалі өтті. Ерекше күтімдегі балалардың өнерін көпшілікке жеткізуді ұйымдастырған аудандық мәдениет үйінің номері 1 филиалы Саңыраулар қоғамы клубы. Іс-шараға Хама парк мейрамханасының директоры Серікхан Саметұлы, Севен жеке кәсіпкер Армен Акопович қолдау көрсетті. Аудан көлемінде алғаш рет ұйымдастырылып отырған өнер фестиваліне ерекше білім қажеттілігі бар 31 бала қатысып, оның 11-і ән, би, көркемсөз оқып, өз өнерлерін көрсетті. Светлой радости подарки каждый день пусть будет ярким. Іс-шара барысында мәдениет үйінің директоры Елнұр Қайратқызы балаларды мерекесімен құттықтап, демеушілердің атынан тәттілер мен ойыншықтар тарту етті. Фестиваль қатысушыларының қолдап келген ертегі кейіпкерлері Қосаю, Теди, балаларды ортаға алып би билесе, Алтын ауыл орта мектебінің 9-шы сынып оқушысы Еңлік Аманбекқызы жас әншілердің алдында өз өнерін көрсетіп, өнерпаздарды шабыттандырды. Жүрек нұры ерекше білім қажеттілігі бар балалар арасында өткен өнер фестивалінің тағы бір ерекшелігі іс-шара қазақ, орыс және ым-ишара тілінде өтті. Балаларды қорғау күніне арналған өнер мерекесіне Саңыраулар қоғамы орталығы мүшелерінің балалары және Қаскелең қаласы облыстық зерде бұзылыстар бар балаларға арналған арнайы мектеп-интернатының оқушылары, іргелі ауылдық округі Лев Толстой атындағы орта мектеп оқушыларымен қатар Елтай ауылдық округі Мәсімхан Бейсебай орта мектебінің оқушылары. Сондай-ақ Қарасай аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне қарасты әлеуметтік қызметкерлер қарамағындағы ерекше білім қажеттілігі бар балалар қатысты. Айтулы мерекеде ерекше білім қажеттілігі бар балаларға қайталанбас көңіл күй сыйлаған демеушілерге ата-аналар атынан алғыс айтамыз.